5 миллион сүнен интернет жетекчилери жобасына арналган aileders.uz сайтына тиркелүүнү көрүп чыгабыз. Мен ашып койдум міне. Сіздер де осылай кез келген браузерде aileders.uz сайтын ашасыздар. Көрініс мынадай көріністе, жалпы көрініспен өздеріңіз танып шыға берулеріңізге болады. Біз енді тікелей қалай тіркелу керек екендігін көріп үйренеміз. Оның үшін оң жақтағы, жоғары жақта кіріш түймесін басамыз. Мынадай айна ашылады. Соның ішінде біз ro'yxatта өтіш сілтемесіне кіруіміз керек болады мына жерге. Тіркелу үшін ID карта, паспорт немесе туылғандық туралы куәліктің серия номерлерін кіргізу және туылған күнді кіргізу керек болады. Біз енді туылғандық туралы куәлік жәрдемінде тіркелеміз. Алаңдарды сәйкесінше толтырып шығамыз. Әркім өзіне тиесіліні белгілейді. Мысалы үшін оқушы болатын болсаңыздар мәктеп, егер студент болсаңыздар студент, егер ішші болатын болсаңыздар xodим және башқалар таңдау мүмкін. Мен оқушы болған үшін мәктеп деген таңдаймын. Базадан өзі тауып береді міне. Аты жөніміз жазамыз. Кейінгі түймесін басамыз. Мына жерге электрон поштаны жазуымыз керек. Телефон нөмірді жазуымыз керек. Және парольді жазуымыз керек. Сайтқа кіру үшін біздің логиніміз мынау, пароліміз мына жерде жазылған пароль болады. Барлық алаң толтырып болғаннан кейін кейінгі түймесін басамыз. Сохран түймесін басып қоя берем, автоматик толтыру үшін. Бұл жерде мына жерде көрсеткен адресіміз бойынша электрон почта жөнелтіледі. Мен поштаны да ашып қойғанмын. Поштаға өтеміз. Мына жерде көрінбей тұр. Демек спамға өтіп көреміз. Спамға hem келуі мүмкін. Спамға келіпті. Ашамын. Сілтеме жәрдемінде өтеміз. Егер спамнан шығару керек болатын болса, мына report note спамды басып қоятын болсақ, бұл инбоксқа өтіп қалады. Сілтемені басатын болсақ, міне біздің сайтымыз актив болады. Бұл сайтта қалай істеу керектігін мына сілтемедегі видеода көрулеріңізге болады. Қазір мысалы үшін Coursera-да қалай тіркелу керектігін көріп шығамыз. Мұқият боласыздар. Тек осы жерде берілген сілтеме бойынша өтеміз Coursera-ға. Әйтпесе, демек біз тегін курстарды оқи алмайтын боламыз. Мынадай көріністегі Coursera-ның сайты ашылады. Біз зарегистрация деген түймені басуымыз керек болады. Бұл жер автоматик ұсынып тұр. Автоматик таңдауыма да болады. Және пароль өзім керек. Демек, бұл жерде де біздің логиніміз мынау. Жазылған пароліміз болса, мына жерде жазған пароліміз болады. Присоединиться бесплатно деген түймені басамыз. Сохранить басып қоя берем. Демек, мына айна ашылған уақытта, демек біздің мына жерде көрсетілген электрон адресімізге почта жөнелтуіміз керек. Оның үшін мына түймені басамыз. Бізге және поштаға өтеміз. Поштаға хат келу керек. Міне келді. Біз
Подтвердите свою электронную почту деген түймені басамыз. Қаласақ, вернуться к Coursera-ны басуымыз мүмкін. Немесе мына жерге келіп, жаңағы түймемізге до подтверждения выполнено деген түймені басуымыз мүмкін. Все понятно. Міне осыменен біз Coursera-да тіркеліп алдық. Қалай оқу керектігі турасында демек мына сілтеме арқылы, төмендегі сілтеме арқылы өтіп көрулеріңізге болады.